Гүлназия, мектеп қабырғасында оқып жүргенінде мен алғашқы рет мынадай ұялы телефон көрген едім. Қазір көбіміз мұны менсінбейтіндей дәрежеге жеттік. Иә, ол жас дұрыс айтасың. Небәрі 15 жыл бұрын қолында осындай телефоны бар баланың досы көп болатын. Әрине, қазіргі смартфондарға жетпейді, бірақ ішіндегі бір-екі ойынның өзі керемет еді кезінде. Қарапайым болса да балалар кәдімгі кезекке тұрып ойнайтынбыз. 2001 жыл тек мұнымен есте қалған жоқ. 2001 жыл Қазақстанға заңсыз мигранттар ағыла бастайды. Еліміздің экономикалық ахуалы көрші мемлекеттерден келген қара жұмысшыларды қызықтыра бастайды. Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстаннан, тіпті Ауғанстаннан мың-мыңдап адамдар келе бастады. Осыдан кейін заңсыз мигранттармен Қазақстан шұғыл түрде күреседі. Жұмыс қолы Қазақстанға көп келді. Бұл әсіресе Өзбекстаннан өзбек азаматтары келді, көп ағыл тегіл келді. Қырғызстаннан ұсақ сауда төңірегінде енді қырғыздар көп болды. Өзбектер көбінесе құрылыс, сосын әртүрлі автомобиль жолдарына да қатысы болды, машина жөндеуге де қатысы болды. Сондай бір құрылыстар болды 2001 жылы. Өткен хабарларымызда туралап қалған кәсіп орындар туралы жиі айтқан едік. Жаңа мыңжылдықта басында елдің тынысы кеңейді десек те болады. Жұмысын бұған дейін тоқтатқан зауыттар мен өндіріс орындары қайта жұмысын жандандырады. Жаңа заманда еліміздің экономикасы қарқынмен дами түсті. 1990 жылдары Қазақстанның халқы нан үшін күрескен болса, жаңа мыңжылдықта елімізде ойын-сауық кешендері дами бастады. Арада 15 жыл өтті, бірақ өзім үшін күні кеше болған сияқты оқиға есіме түсіп тұр. Ол жас оның Қазақстанға қатысы бар ма? Бүкіл әлемге қатысты ма дермін. Әдеттегідей сабаққа жиналып жатқан кезде теледидардан көрсетіп жатқан бір жаңалыққа құлағым елең ете қалды. 11 қыркүйек Америка құрама штаттары. Мына бейне дүйім жұрттың жағасын ұстатты. Жолаушылар мінген ұшақтар бірінен соң бірі Нью-Йорктегі қос зәулім ғимаратқа соғылып, салдарынан екеуі жермен жексен болады. Кейін белгілі болғандай, лаңкестер бірнеше ұшақты басып алып шабуыл ұйымдастырған. 3000-ға жуық адам көз жұмды. Олар бір емес 90 мемлекеттің азаматтары. Кейбірі сол кезде 3-ші дүниежүзілік соғыс басталды деп болжаған. Біраз уақыттан соң ақш лаңкестермен күресті таяу шығыста бастайды. Дәл сол кезден исламист лаңкестер деген тіркес жиі қолданылады. Батыс елдері бұның барлығы мұсылмандардан шығып отыр деп ойлайды. Лаңкестік пен мұсылманның арасында ешқандай теңдік жоқ. Барлық елдер бірігіп, қарсы шықса, оны жеңуге болады. Дәл сол оқиғадан кейін елімізге Рим папасы 2-ші Иоанн Павел келді. Қазақстанның өңірдегі арағайыншы рөліне баса мән берген ол, христиандар мен мұсылмандар арасындағы түсініспеушілікке жол бермеу керектігі туралы айтқан еді. Ол туралы шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазған болатын. Біз әрине осы жылдың ең маңызды деген оқиғаларын еске салуға тырыстық. Біразы туралы айтылмады, бірақ келесі хабарымызда айтатын боламыз. Ақпараттық шоуымызды жіберіп алмаңыз. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Гүлназия, көрермендер, сенен тағатсыздана ертең күн ауа райын күтіп отыр. Әлбетте, ол үшін тездетіп студияға бара қояйын.